Аса құрметті Садыр Нұрқожаевич, мен сіздің Қазақстанға деген шынайы ілтипатыңызды ерекше жоғары бағалаймын. Қош келдіңіз деп айтқым келеді. Шын мәнінде сіздің сапарыңыз өте маңызды. Бүгін өте маңызды, өте қажетті отырыс болады. Біз бүгін екі жақтық кездесуді өткізіп жатырмыз. Кейбір мәселелерді талқылау керек. Бірақ жалпы біздің қарым-қатынасымыз өте жақсы, ойдағыдай дамып келе жатыр. Ешқандай түйткілдер жоқ. Бірақ дегенмен кейбір шағын мәселелер болады. Сол мәселелер бойынша біз бүгін пікір алмасамыз. Я хотел бы отметить, что сегодня ваш визит имеет большое значение. Я имею возможность присутствовать на открытии дней кыргызской культуры в Казахстане. Очень важное мероприятие с точки зрения сближения народов наших государств. Поэтому и сегодняшняя встреча, первая встреча Европейского Союза с центральноазиатскими государствами тоже очень важная. Поэтому я думаю, что ваше пребывание в Казахстане в целом имеет очень большое значение для развития нашего братского взаимодействия и сотрудничества.